Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Радиациялық қауіпсіздік негіздері курсын жалғастырамыз. 15-ші дәрістің тақырыбы радиациялық қауіпсіздік саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: бірінші, халықаралық ынтымақтастықтың маңызы, Біріккен ұлттар ұйымы жүйесіндегі басқа ұйымдардың рөлі, радиациялық апаттар және халықаралық әрекет. Жалпы радиациялық қауіпсіздік иондаушы сәулеленудің адам денсаулығына және қоршаған ортаға зиянды әсерін шектеуге бағытталған шаралар мен нормалар жүйесі. Бұл салада негізгі мақсат радиацияның рұқсат етілген деңгейден асып кетуінің алдын алу және радиациялық апаттар қаупін азайту. Халықаралық ынтымақтастықтың маңызы. Радиацияның басты ерекшелігі оның мемлекеттік шекараларға бағынбайтындығында. Бір елдің аумағында болған ядролық апат радиоактивті заттардың ауа немесе су арқылы таралуы нәтижесінде көрші мемлекеттердің экологиясына және халқының денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Осыған байланысты радиациялық қауіпсіздікті тек ұлттық деңгейде қамтамасыз ету жеткіліксіз. Бұл мәселе халықаралық деңгейде шешілуі тиіс. Халықаралық ынтымақтастық мемлекеттерге радиациялық қауіп қатер туралы ақпаратты жедел алмасуға мүмкіндік береді. Ерте ескерту жүйелері арқылы радиациялық деңгейдің көтерілуі дер кезінде анықталып, апат салдарын азайтуға бағытталған шаралар қабылданады. Бұл әсіресе атом электр станциялары орналасқан аймақтар үшін маңызды. Сонымен қатар, халықаралық ынтымақтастық ғылыми зерттеу саласының дамуына ықпал етеді. Елдер бірлескен зерттеулер жүргізіп, радиациялық қауіпсіздікті жаңа технологиялар мен әдістерді. Мұндай ғылыми байланыстан мамандармен тәжірибе алмасуға жағдай жасайды. Халықаралық атом энергиясы агенттігі, яғни МАГАТЭ. МАГАТЭ 1957 жылы құрылған және Біріккен ұлттар ұйымы жүйесінде негізгі ұйымдардың бірі болып табылады. Агенттіктің негізгі міндеттері бұлар: ядролық және радиациялық қауіпсіздікті бақылау, халықаралық стандарттар мен нормаларды әзірлеу, елдерге техникалық және ғылыми көмек көрсету, ядролық материалдардың бейбіт мақсаттарға қолдануын тексеру. МАГАТЭ-нің штаб-пәтері Австрияның Вена қаласында орналасқан. Агенттік 170-тен астам мемлекеттің мүшесі бар. МАГАТЭ ядролық қауіпсіздікпен қатар радиациялық апаттарға дайындық бағдарламасын ұйымдастырады. Агенттік сынақсыз атом энергиясы бағдарламасы арқылы ядролық сынақтардың алдын алу жұмыстарын үйлестіреді. Бұның маңызы МАГАТЭ әлемдегі ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін басты ұйым болып табылады. Оның жұмысы мемлекеттерге ядролық технологияны қауіпсіз, жауапкершілікпен қолдануға мүмкіндік береді. Халықаралық ынтымақтастықты нығайтады және радиациялық апаттар кезінде шұғыл әрекет етуге жол ашады. Біріккен ұлттар ұйымы жүйесіндегі басқа ұйымдардың рөлі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы радиацияның адам денсаулығына әсерін зерттейді және ғылыми деректерді жинайды. Радиациялық апат немесе ядролық сынақтар кезінде Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы халыққа арналған медициналық нұсқаулықтар мен қауіпсіздік шараларын әзірлейді. Ұйым радиацияның қысқа және ұзақ мерзімді бағалап, аурулардың алдын алу, диагностика және емдеу әдістерін ұсынады. ДДО-ның маманы
бұйымдары радиациялық апат кезінде халықаралық медициналық көмекті үйлестіреді. Біріккен ұлттар ұйымы қоршаған орта бағдарламасы, яғни ЮНЕП. ЮНЕП экологиялық зерттеулер жүргізіп, радиоактивті ластанудың жерге, суға және ауаға әсерін бағалайды. Апат салдарын азайту үшін экологиялық мониторинг бағдарламасын ұйымдастырады. Радиоактивті қалдықтарды қауіпсіз басқару және қалпына келтіру бойынша ұсыныстар әзірлейді. Ұйым табиғи ресурстарды қорғау және экожүйенің қалпына келуін қамтамасыз етуге бағытталған жобаларды жүзеге асырады. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі. Қауіпсіздік кеңесі ядролық қауіпсіздік мәселелерінде халықаралық құқықтық шешімдер қабылдайды. Кеңес елдерді ядролық қарудан таратудан сақтану және бейбіт атом энергиясын қауіпсіз пайдалану мәселелерін үйлестіреді. Апат немесе қауіп туындаған жағдайда халықаралық санкциялар немесе бақылау механизмдерін енгізу арқылы әрекет етеді. Қауіпсіздік кеңесі елдердің ядролық және радиациялық саясатын үйлестіру үшін стратегиялық шешімдер қабылдайды. Радиациялық апаттар және халықаралық әрекет. Радиациялық апаттар, мысалы Чернобыль аясындегі апат және Фукусима аясындегі апат халықаралық қауымдастыққа радиациялық қауіпсіздікті тек ұлттық деңгейде шешу жеткіліксіз екенін көрсетті. Апаттың зардаптары ел шекарасына қарамай таралып, көрші мемлекеттердің экологиясына, ауыл және халықтың денсаулығына қауіп төндіреді. Апат кезінде халықаралық әрекеттерге мыналар кіреді. Халықаралық сарапшылардың жіберілуі, яғни МАГАТЭ және басқа халықаралық ұйымдар апат аймағына арнайы сарапшысын жібереді. Сарапшылар радиациялық жағдайды бағалап, қауіп деңгейін анықтайды және апатты басқару бойынша ұсыныстар береді. Бұл мамандар жергілікті билікке авариялық жоспарларды жүзеге асыруға көмектеседі. Екінші, радиациялық мониторинг жүргізу. Радиоактивті заттардың ауада, суда және топырақта таралуын өлшеу жүйелері қолданылады. Және мониторинг деректері халықаралық ақпарат алмасу жүйелеріне жіберіліп, басқа елдерге қауіпті хабарлау мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Радиоактивті ластанудың таралуын болжау арқылы халықты қорғау және апат салдарын азайту шаралары жасалады. Халықты қорғау және көшіру шаралары. Апат аймағындағы тұрғындар дереу қауіпсіз аймақтарға эвакуацияланады. Медициналық көмек көрсетіледі. Радиациялық сәулеленуге ұшыраған адамдар тексеріледі және қажет болса емдеу шаралары жүргізіледі. Халыққа радиациялық қауіп туралы ақпарат беріп, тағам мен сумен байланысты қауіпсіздік шаралары түсіндіріледі. Халықаралық ұйымдардың үйлестіруші рөлі. МАГАТЭ, ДДО және ЮНЕП ұйымдары апатқа қарсы барлық халықаралық әрекеттерді үйлестіреді. Елдерге техникалық көмек, ғылыми кеңес және апатты басқару стратегиялары ұсынылады. Бұл біріккен әрекет апат салдарын барынша азайтып, тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Радиациялық апаттар халықаралық қауымдастықтың бірлескен әрекетін талап етеді. Сарапшылар жіберу, мониторинг жүргізу және халықты қорғау шаралары апатты тиімді басқарудың негізгі элементтері болып табылады. Мұндай әрекет мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты күшейтіп, болашаққа радиациялық қауіптің алдын алуға жол ашады. Қазақстанның халықаралық ынтымақтастықтағы орны. Семей ядролық полигонының жабылуы 1949-89 жылдары Семей полигонында 450-ден астам ядролық сынақ өткізілген. Бұл сынақтар
халық денсаулығына және қоршаған ортаға ұзақ мерзімді зиян келтіреді. 1941 жылы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін Семей полигоны жабылды және ел ядролық қарудан бас тартты. Бұл шешім халықаралық қауымдастық тарапынан жоғары бағаланды және Қазақстанның бейбіт атом энергиясын қолдаушы мемлекет ретінде беделін нығайтты. Халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық. Қазақстан МАГАТЭ мен Біріккен ұлттар ұйымы жүйесіндегі басқа ұйымдармен және түрлі халықаралық бастамалармен тығыз байланыста жұмыс істейді. Ел ядролық материалдарды бейбіт мақсатта қолдануын бақылау, радиациялық қауіпсіздік стандарттарын енгізу, сондай-ақ ядролық қалдықтарды қауіпсіз басқару бойынша тәжірибемен бөліседі. Қазақстан халықаралық ядролық зерттеулер жобаларының конференцияларға қатысып, өз тәжірибелерін ұсынады. Ядролық қауіпсіздік және келісімдерге үлес қосу Қазақстан ядролық қаруды таратпау туралы шартты қолдайды және оның талаптарын орындауға бағытталған шаралар жүргізеді. Ел Астана процесі сияқты ядролық қауіпсіздік форумдарын ұйымдастырып, ядролық материалдарды заңсыз айналымнан қорғау мәселесін талқылайды. Қазақстан бейбіт атом энергиясын дамыту мен ядролық қарудан бас тарту саласында басқа мемлекеттерге үлгі көрсетеді. Ғылыми зерттеу және білім беру саласы. Қазақстан радиациялық қауіпсіздік саласында ғылыми зерттеулер жүргізіледі және халықаралық мамандарды даярлауға атсалысады. Елдердің тәжірибесі апатты басқару, радиациялық мониторинг және экологиялық қалпына келтіру шаралары бойынша халықаралық стандарттар қалыптастыруға үлес қосады. Қазақстан ядролық қарудан бас тарту арқылы халықаралық қауымдастыққа жауапкершілік пен сенімділікті көрсетеді. Елдің тәжірибесі радиациялық қауіпсіздік пен бейбіт атом энергиясын дамыту саласында басқа мемлекеттер үшін үлгі болып табылады. Халықаралық ұйымдармен бірлескен іс-қимыл Қазақстанның әлемдік деңгейдегі беделін нығайтып, ядролық қауіпсіздікті жаһандық стандарттарды дамытуға маңызды үлес қосады. Қазіргі мәселелер мен болашақ бағыттар радиациялық қауіпсіздік саласында. Ядролық терроризм қаупі, ядролық және радиоактивті материалдардың террористік мақсатта қолданылуы ықтималдылығы қамтылады. Радиоактивті заттардың заңсыз тасымалдауы немесе ұрлау оқиғалары қауіптілік деңгейін көтереді. Бұл қауіпке қарсы халықаралық ынтымақтастық қажет. Ақпарат алмасу, бақылау жүйелерін біріктіру, қауіпсіздікті стандарттарын енгізу, радиоактивті қалдықтарды сақтау, АЭС және басқа ядролық объектілер жұмыс істегенде радиоактивті қалдықтар пайда болады. Қауіп ұзақ уақыт бойы радиоактивті материалдардың қоршаған ортаға таралуы, кейбір елдерде қалдықтарды сақтау және қайта өңдеу жүйелері жеткіліксіз. Бұл экология мен халық денсаулығына қауіп төндіреді. Халықаралық стандарттар мен технологияларды енгізу арқылы қалдықтарды қауіпсіз басқару қажет. Ядролық объектілердің қауіпсіздігі. АЭС және ғылыми зерттеу реакторларының қауіпсіздігі басты мәселе. Ескі ядролық нысандар апатқа әкелмеуі мүмкін, әсіресе технологиялық қызмет көрсету мен мониторинг жүйесі жетіспеген жағдайда жаңа технологияларды енгізу, жүйелі аудит жүргізу және халықаралық тәжірибе алмасу арқылы ядролық объектілердің қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Болашақ бағыттар. Бұлар халықаралық бақылауды күшейту, елдер арасындағы ядролық материалдардың қозғалысын бақылау жүйесін жетілдіру, екіншіден жаңа технологияларды енгізу, яғни радиоактивті қалдықтарды қайта өңдеу, заманауи әдістерін қолдану,
Үшіншіден, мемлекеттер арасындағы серіктестікті дамыту, яғни бірлескен ғылыми зерттеулер мен тәжірибе алмасу. Елдер арасындағы ядролық қазіргі кездегі радиацияның қауіпсіздік мәселелері халықаралық ынтымақтастықты қажет етеді. Болашақта жаңа технологияларды енгізу, елдер арасындағы бірлескен бақылау және тәжірибе алмасу арқылы ядролық қауіпсіздікті арттыруға болады. Бұл адам өмірі мен қоршаған ортаны қорғаудың, сондай-ақ жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды элементі болып табылады. Радиациялық қауіпсіздік бұл тек ұлттық мәселе емес, бүкіл әлем үшін маңызды жаһандық міндет. Радиация шекара таңдамайды. Сондықтан елдер арасындағы халықаралық ынтымақтастықсыз қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүмкін емес. Осымен радиациялық қауіпсіздік негіздері курсы соңына жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.